Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Көктем келіп, жылы күндермен бірге жаяу жүргіншілер жолында электросамокаттар мен мопедтер пайда болды. Менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз. Жалпы, мен бұл тақырыпты YouTube каналымда жариялаған едім. Бірақ көрермендер тағы да айтуда өтінді. Самокаттар мен мопед әуесқойлары жол ережесін бұзады. Олар дулығасыз жүреді. Үйдің жанында мен 14 жастағы жүгірмектерді көрдім. Олар жаяу жүргіншілер жолымен мопедті айдап жүрді. Олардың ата-аналарды кім және олар неге балаларының қауіпсіздігіне немқұрайлы қарайтыны маған түсініксіз. Заң бойынша 16 жасқа толмағандар мопедпен жүре алмайды. Мопедтер велосипед жолымен алулар болмаған жағдайда жолдың жүру бөлігінің оң жақ шетімен жүре алады. Мопедтерге жаяу жүргінші өтпесімен жүруге тротуарлар, жер асты, жер үсті және үстігін жаяу жүргіншілер өткелдерімен жүруге тыйым салынады. Автомагистральге шығуға да рұқсат жоқ. Электросамокаттарға келетін болсақ, қазіргі кезде ешқандай жіктеу жоқ. Өйткені оларды бір қатар техникалық ерекшеліктерге байланысты скутер немесе мопед сияқты белгілі бір түрге жатқызу мүмкін емес. Бірақ олар жаяу жүргіншілерге қауіп төндіреді. Самокат иелері жол ережелерін бұзған үшін жауапкершілікке тарту үшін ережелері болу керек. Олар жоқ. Өйткені сауда министрлігі оларға стандарттарды әзірлеу керек. Бұл қашан болатыны белгісіз. Қазіргі уақытта оларды дене жарақатын келтірді деп жауапкершілікке тартуға болады. Өйткені жылы мопедтер мен самокаттарды қатысумен 68 оқиға тіркелді. Бірақ электросамокаттарының оңай қол жетімділігін ескере отырып, мен осы жылы жазатайым оқиғалардың саны одан да көп болады деп қорқам. Түнде жүретін және адамдардың ұйқысына кедергі келдіретін мотоциклистердің жағдайды алаңдатады. Өткен жылы біз түнгі мотоциклистерге қатысты әрекетсіздік танытқан Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қарсы сот процесін жеңдік. Сот оларды осы бұзушылықтардың алдын алу үшін шаралар қабылдауға міндеттеді. Қала әкімдігіне келетін болсақ, белгісіз себептермен қаулы жобасын алып тастады. Ол бойынша тәуліктің түнгі уақытында мотоциклерде жүруге тыйым салуға белгіленулі тиіс еді. Сондықтан мен өзім жылы күндерді селк етіп күтемін. Қайтадан түнгі шабандоздар тағы да көшелермен жүріп, ұйқы уақытында кедергі келтіреді деп жалпы уақыт өте көре жатармыз. Түсініктемелерде бейне тақырыбы бойынша өз идеяларыңызда, сұрақтарыңызда болса жазыңыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Лайк басыңыз және менің YouTube каналыма жазылыңыз.